Бабалар өнері арнайы жобасының бүгінгі тақырыбы көнеден келе жатқан қазақтың ұлттық аспаптарының бірі жетігеннің шығу тарихы және қалай пайда болған жөнінде айтамыз. Жетіген ең көне шекті аспаптарының бірі. Ескі дәуірдің көмескі тартқан қатпарынан біздің заманымызға дейін 3000 жыл бұрын өмір сүрген саз аспаптар әлеміндегі кифара және лира қатарлы көп шекті аспаптар ежелгі Шумер елінде және Түркістан халықтарының байырғы мәдениетінен ескі Хорезмеде де қолданылғандығы туралы тарихи жазба деректерінен кездестіреміз. Пазырық қорғанынан біздің заманымызға дейін 5-4 ғасыр аралығында табылған екі шекті арфа тектес музыка аспабы да тарихи жазба жұмысын қадағалаушылардың назарына ілікті. Бұлардың бәрі де өз алдына бір кітаптың жүгі боларлық әлемге әйгілі жәдігерлер. Осыған мәндес тағы да бір музыка аспабы ежелгі Қыпшақ даласынан табылды. Заман озған сайын осынау музыкалық аспаптар құрылымы жағынан жаңғырып жақсаруымен бірге үндестік жағынан да үздіксіз дамып жетіле түскен еді. Осы сала зерттеушілері әуелі баста бұл құбылыстарды арфа текті аспаптар деп атағанымен, кейін келе үнемі өзгеріп, жаңалану арқылы қолдану жағынан бірнеше топқа бөле бастайды. Мәселен, түк ұстап ойналатын көп шекті аспаптарды арфа тектес музыкалық аспаптар деп атаса, таяқшамен ұрғылап ойнайтын аспаптарды цимбала тектес деп жіктейді. Міне, осылармен қатарлас орындаушы алдына жатқызып саусақтарымен іліп ойнайтын аспап түрін цитра текті музыкалық аспапқа жатқызады. Музыкатану ғылымы біздің қазақ халқына тән музыкалық аспаптардың көне көздерінің бірі жетігенді де цитралық аспап деп есептейді. Қазақтың кейбір музыка аспаптары дүние жүзінде кездесетін немесе дыбыс шығару тәсілдерін көршілес халықтардан алу арқылы пайда болған. Зерттеуші Сарыбаев көне музыкалық аспаптар жайында. Түркі тілдес халықтардың музыкалық аспаптарының пайда болу шыққан тегі бір. Ежелгі түрік жазу сызуларында аттары аталатын кейбір аспаптар түркі тілдес халықтарда күні бүгінде кездеседі. Бұлар сырнай, чанг, жетіген, накара, шаңқобыз, сыбызғы, дабыл, керней, абырға деп шығу тегі бір музыкалық аспаптардың әрбір халықтың өзіне тән ерекшелігімен көптеген өзгерістерге ұшырай отырып дамығандығын айтады. 20 ғасырда белгілі этнограф ғалым Сарыбаев өз еңбегінде қазақ музыка аспаптарын бірнеше топқа жіктеп, түбегейлі зерттеген, фольклорлық оркестрлер мен ансамбльдер қатарына енгізіп, аспаптың орындаушылық дәстүрін жолға қойды. Дегенмен, кейбір аспаптардың сыры толық ашыла алмай, оның орындаушылық деңгейі қосымша сүйемелдеуші ретінде ғана қалыптаса бастайды. Осындай аспаптардың бірі қазақтың көне жетіген аспабы. Сарыбаевтың еңбегінде жетігеннің көне түрі жайында. Көне жетігенде құлақ болмаған, шектердің астына екі жақ шетінен асық қойылған. Аспап осы асықтарды жылжыту арқылы күйге келтірілетін болған. Дауысын көтеру үшін асықтарды шектердің екі жақ басынан ортасына қарай жақындатқан, ал оларды кері жылжытып, араларын алшақтатса, дауыс төмендеген. Әрбір шектің бұрауын келтіргенде орындалатын әннің әуені басшылыққа алынған. Ел аузында мынандай аңыз бар. Қаһарлы қыстың қақаған аязынан мал қырылып, үлкен жұт болады. Қазақтың ауылы ашаршылыққа ұшырайды. Онымен қоймай, сүзек ауру ит арап, ел ішінде көбейеді. Көпке әйгілі күйші қарттың 7 ұлы бірдей осы ауруға шалдығып, бірінен соң бірі көз жұмады. Қаралы қайғыға душар болған күйші көкірегін кернеген мұң зарын күйге қосады. Үлкен ұлының дәм тұзы таусылғанда, қарағыш, екінші ұлы өмірден қайтқанда, қанат сынар, үшінші ұлы қайтыс болғанда, құмарым, төртінші ұлы қаза тапқанда, ой сөнер, бесіншінің жүрегі тоқтағанда, бақыт көшті, алтыншының жамбасы жерге тигенде, күн тұтылды, жетіншісі жер жастанғанда, 7 ұлымнан айырылдым деп азалы күй шерткен екен. Арнайы аспап жасап алып, әр ұлы қайтыс болғанда, бір шектен байлап астына асықтан тиек қойып отырыпты. Күйші қарттың 7 күйінен кейін жетігеннің жетеуі деген атпен
тартылып, ел ішіне кең тарап кетіпті. Жетігенге ұқсас ішекті аспап өзге халықтарда да бар. Әсіресе түрік халықтарында кең тараған түрлерінің атаулары ятаға, ятаган, етиген, ялтаға, чатаған, четтіган деп келеді. Аспаптанушылардың тұжырымдауынша, түрік тілдес халықтардың музыкалық аспаптарының пайда болу шыққан тегі бір. Ендеше, олардың аталуы да бір болуы заңды нәрсе.